Бүгінгі видеода қалай тез бір аптада арықтауға болады, сол туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Видеоның соңында ең керемет, ең оңай тәсіл айтатын боламын. Арықтаудың бірінші тәсілі: тәттіден бас тартыңыз. Артық салмақтың бірден бір себебі тәттіден басталады. Газдалған сусындарды мүлде ішпеңіз. Газдалған сусындардың құрамына қайта шөлді арттыратын заттар кіреді. Бұл заттар денсаулықты құртып қана қоймай, артық салмақ қосуыңызға біршама өз үлесін қосады. Мұндайда ең пайдалысы үйдегі жемістерден өз қолыңызбен жасалған табиғи шырын, яғни компотты ішіңіз. Егер шынымен арықтағыңыз келсе, тәтті және газдалған сусындардан, торттардан немесе кекстан, жалпы тәтті атаулардан бас тартқан жөн. Жеміс жидектерде май жоқ, бірақ оларда көптеген дәрумендер мен өзектер бар. Сондықтан да күніне 1-2 жеміс жидек жеңіз. Алма, банан, тағы басқа. Ішімдіктен мүлдем бас тартыңыз. Ішімдіктің денсаулыққа қаншалықты зиян екенін айтпаса да түсінікті. Диетаға келгенде бүкіл спирттік ішімдіктер денсаулыққа 2 есе зияны әсерін тигізеді. Спортпен шұғылдану: аптасына кем дегенде 3 рет спортпен айналысуыңыз қажет. Күнделікті 5 минуттық жаттығулар да тез арықтауға өте жақсы әсерін тигізеді. Спортпен шұғылдану: аптасына кем дегенде 3 рет спортпен айналысуыңыз қажет. Күнделікті 5 минуттан жаттығулар тез арықтауға көмектеседі. Қалай тез бір аптада арықтауға болады? Бір аптаның ішінде барынша көп салмақтан арылу үшін диетадан бөлек кем дегенде күніне 30 минут өз организміңізге физикалық күш салуыңыз қажет. 10 000 қадам жол жүруіңіз керек. Ғалымдардың айтуынша, баспалдақпен жүру жүгіргенге қарағанда 3 есе артық күш жұмсауды талап етеді. Ең керемет, ең тез жасалатын әдіс ол планка жаттығуы. Оны 1 минут бастайсыз, содан 10 күнге дейін 10 минутқа жеткізесіз. Видео ұнаса, пайдалы болды деп ойласаңыз, достар, лайк, комментарияны аямаңыздар. Ол осы қазақша контенттің дамуына өте қатты көмектеседі. Сондықтан да подписка, тіркеліңіз, лайк басыңыз, комментария жазыңыз, достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар.